Ай төріңе ақындар кеп жайғасқасын. Бабамның рухы қалай айғаспасын. Қазақтың даласынан құт береке, ақынның санасынан ой қашпасын. Астың жақсы өтуі аймаққасын. Тас түскен жерге ауыр деп бай қашпасын. Хан келді атасы еді Райымбектің, тұлпардың ізін неге тай баспасын. Батырлардың ұрпағы екендігін айтыскер ақындарың айғақтасын. Көздері топ алдында жайнақтасын, өздері арғымақтай ойнақтасын. 300-ге дүбір сауын айтқан бұл дүбірді баласы жалайырдың той бастасын. Ай орысқа отар болып құдай ұрған, арылдың азат елім уайымнан. Үйренетін кез келді баба тілін, жиренетін жұрт едік тіл айырдан. Құдайым медет берсін тіл жағыма, бір ойым биік болып бір ойымнан. Именбей той бастайын алдарыңда, билердей сары майдан қыл айырған. Райымбек бабамыздың бұл тойында ешкімде қайтар алмас райымнан. Ай ырым жақсы айтысты бастатардай, батыр тұлға жасықты жас қатардай. Жүрсіндей ағамызда әуре болсын, бастатып ап домбыра тастата алмай. Қасымда оңтүстіктің ару отыр, дидары ақбағындағы ақшақардай. Сен менің әпкемсің бе, жеңгемсің бе? Мәселе мұның өзі басқатардай. Палуан тұлға беріпті екеумізге, ернімізде келісті шақшатардай. Қанекей арпалысып алысайық, Құдай бізге берген жоқ босқа таңдай. Төрі деп Алатаудың келгеннен соң, жөні жоқ арқамызға тас батардай. Шетке кетпе, баласы жалайырдың шақырғандай қобланды қарындасын жекпе жекке. Балғынбек ұрын басаңа балалыққа, толып тұр көкірегім даналыққа. Әпке десең әпкемін жеңген болам, жараймын ана десең аналыққа. Алматы халқым менің ай бөлегенің, ұясы ұятпенен өнегенің. Түркістан арыстанбап қолдан тұрса, мен бүгін қалай қалқым бөгелемін. Райымбек бабамыздың түп атасы, елінен Бәйдібектің кеген едім. Домалақ енеміздің келіні боп бір шет
әсетін көтеріскен керегенің, ақ түйенің үстіне өлең артып, бабамның атанындай шөгеремін. Ел тыныш халқым аман деп тілеумен, иеліп сәлемімді бере келдім. Маржан қыз солай бүгін бабында тұр, ал сенің қалай екен қалың батыр. Өз есімін ұрандап жауға шапқан Райымбек бабам бүгін жадымда тұр. Әсеттің көк үйрегі кеудеме кеп, Жамбылдың жолбарысы жанымда тұр. Балғынбек бағасына жетер болсаң, маржандай алтын бүгін қолыңда тұр. Бұл балығым бек болғалы, талайда талай толғады. Ғашық боп талай қыздарға жеңге деп көбін алдады. Анағанда жыр арнады, ұнағанда жыр арнады. Қызғанбайды екен әйелі, мықты екен тіпті талғамы. Құдай сүйген ұл екен, бәйге болды алғаны. Атыңды алаш білсегер, бағыңның балғын жанғаны. Мәскеуде де айтысып тыңдады орыс орманы. Бітті ғой десем осымен, маржанды бүгін таңдады. Тыңдайық қалқым тыңдайық, бар екен қандай арманы. Шошынамын бұл ойыңнан, қайтпаймын дедім бірақ райымнан. Райымбекті әулие бабам жатқан, алмадым айналайын шырайыңнан. Айтысқа халқым үшін шыққаннан соң, рұқсат сұрамаушы ем жұбайымнан. Күзі бар демеушім өт, жазы бардың. Назы бар демеушім өт, қызы бардың. Қазы бал алтын шыққан жерді белден. Десе де оған несін қызығармын. Алтын көрсе періште жолдан таяд. Мен пенде одан бетер бұзылармын. Әр нәрсеге әсемпаз болмаған соң, тәубе айтар тірлікте дәм тұзын әркім. Ағайын көз алдыңда отырмыз ғой, шапалақ соққан сайын қызынармын. Айтыстың тереңіне сүңгідім де, өзіме сай маржанды сүзіп алдым. Ай осылай аламанға жұртым келсін, ұл қызы жарасқанын ұлтым көрсін. Жібекті түт алмаған жүн қылады, әпкесі інісінен күтім көрсін. Анамын деп жән айтты Балғынбекке, домалақ анасының құтын берсін. Ал енді залға келген ел жұртыма, Райымбек бабасының рухын берсін. Қобыланды бабам екен тектісін танып болса, мен артуға болмай балғын кім болады? Ұстазым Әселхандай алып
туған сүйегім қазақ дейтін халық болса ақын ба ел мен жұртына ойлатпаған, халық па ақындарын сайратпаған, Қабанбай Бөгенбайдың қылышынан белгілі талай қалмақ жайрап қаған. 17 жекпе-жекке жеке шығып, Райымбек ерлігінен қайраттанам. Мөлдіреп Кәусар бұлақ шығады екен, найзасын сұққан кезде бойлап балаң. Арманым бабалардың тоқтар менен талғат болып, мен бүгін айғап барам. Іргесін тәуелсіздік қалап еді, кешегі Ербол менен қайрат балаң. Осындай егеменді күндан саумен, білесің ер абылай шайнап қаған. Нұрсұлтандай ұлыңның арқасы ғой, жер-жерде өтіп жатса той қаттаған. Осындай үлгі тұтар бабалар бар, мен соны көріп бүгін айбаттанам. Қиналмай өлең табасың, Құдай сүйген баласың. Айтыстың бүгін арқасы, аралап елдің даласын. Көк ойнақ атқа мінгізсе, қарына найза ілгізсе, дулыға саған кигізсе, бабаңнан аумай қаласың. Батыр емес ақынсың, жазатын елдің жарасын. Қазақты шабар қалмақ жоқ, құртқанбыз оның қарасын. Тілімізге жау кеп тұр, дінімізге жау кеп тұр, аздырып қазақ баласын. Найзаңды кімге саласың, айлаңды қалай табасың? Ай апасы, ойың сенің асқаралы. Менен басқа інілер жасқанады. Алматыны өлеңге қосайықшы, арқаға көшірсек те Астананы. Бүгінгі айтыстағы барлық өлең Райымбек даңғылынан басталады. Қаланың әкімі де заңғар болсын, Алатаудың шыңындай асқар өрі. Райымбек пен Сайынның қиылысында көпірді бітіріпті нақ дәлелі. Алматы тұрғындары құтты болсын, қалаңыздың жаңарған басқа жолы. Храпуновтың 40 жамау ескі жолы, Тасмағамбетов тас салған қасқа жолы бай. Райымбектей бабамның ақ жолын Алла оңдаған, ілленің асау толқыны кедергі оған болмаған. Жау жаққа қызың кеткенде жет алмай қалсаң сол жаман. Қымызын ішіп қалмаққа қыз береді екен ол заман. Намыстанған Райымбек қалмақты қаққан олжадан. Атасы басқа қалмақтан қыз намысын қорғаған. Бұл күндері шетелге
бала сатып жатқандар бабамның осы ерлігін сезінбейтініне қорланады. Жат жерде құл болады-ау, сатылып кетіп сорлаған. Намысқа салар құрықты, ояту үшін рухты. Қазағыма бұл күнде Райымбек керек ондаған. Айғалайша мұндай кезде жыр тумасын. Ақиқатты айтуға ұмтылғасын. Бүгінде азат біздің еліміздің. Жағасы ешқашанда жыртылмасын. Қазаққа Райымбек керек деген сөзді осында жеңгелерім шын тыңдасын. Маржан әпке сағанда тілек айтам, құрсағында Райымбектей ұл туласын. Ай бабалар елдің даңқын асырарда, бойында күш қуаты тасыған ба? Әулие деген досы бір Алланың. Мұныма қалың қауым қосылар ма? Хангелдіні көрген жау сасқан екен, тесік таппай өздерін жасырарға. Райымбектің рухы қолдамаса, мұнша жұрт келер меді осы залға? Раббымыз рахым төгіп Райымбекке шапағатын шашып тұр Расулалла. Шарықтап шабытында кетті дедің, мен бүгін жыр етейін көп тілегін. Балғынбек сен екеуміз бір армансыз, қазақтың жырға қостық тектілерін. Бойында ұлы жолдың жатқандығы, бабамның ұлылығы деп білемін. Ақындардың серкесі, еркесі болып қалған екі үлкен ақындарыңыздан өтті. Қазір алқасы 10 ұпайлық жүйемен баға береді. Ақынның суырып салмалығына, ойының ұшқырлығына, қиялының қанаттылығына және сөзінің ажарлығына қарай. Балғынбек Имашев, Астана. 9, 8, 9, 10, 9, 9, 8. Маржан Есжанова, Оңтүстік Қазақстан. 10, 9, 8, 10, 9, 10, 10.